Таңғы асқа келдік. Осы жерге біз 8 адам болып жүрік па? Осындай домиктер өте көп. Осының біреуіне біз орналастық. Вид қандай күшті, қараңыздаршы. Енді пляжға кетіп бара жатырмыз. Айбике мәз. Ыстық көлдің жағасының барлығы мынандай элитный үйлер, таунхаустар көп салынып жатыр екен. Біз алдында келгенде бұндай жерлер жоғатын. Мына жақ прям элитный екен. Омар Хайам дейді. Кафе деймін. Мына жақта уже ыстық көл көрініп тұр. Көл. Күшсінай. Бірақ мұздай ғой су. Қараңыздар, қандай күшті. Бұлттарды да қараңыздар. Как будто бір сурет салып қойған сияқты, я. Тау, бұлт, аспан. Күшті. Ей, зәнім. Бізге нау ғана керек. Ста. Кіммен ойнаған жақсы көреді? Бетіме жақсы ән. Біздің компашка достарымыз, қайны, мамалармен келдік. Не істеп келесіз? Жақсы. Мамаға бет, мамаға. Айбикеге рахат болып жүр ғой. Шықпайды судан. Болып тұтатма. Тәсілі құмға көміліп отыр. Апасы екеуі ойнап отыр. Екі қыз түсте ұйықтамай. Бізді кет қалады деп жүр ма? Ұйықтамай жатыр, ұйқы бермей жатыр бізге. Айбике? Уа! Бірінші күн, екінші рет пляжға бара жатырмыз. Жаңа күндіз барғанбыз, одан түсте келіп, кішкене демалып, тамақ ішіп жаттық. Бірақ балалар ұйықтатпады екеуі. Енді қайта бара жатырмыз. Күн кішкене бұлттанып тұр. Су жылған шығар. Қайсарды сыйғызбай жатыр. Қайсарды легкий деп. Мен мынағам нен деп жатырмын, катер. Басқаларын былай тартады. Гүлім екеуміз отырамыз, қыздар, короче, осы жаққа. Болды мен көрсетеді. Вот, короче, ажаға отыруға қорқып диванға. И осы жақта жетеді маған. Қуатыңызшы. Давайте. Да, болмай ма? Банан да бола ма сонда? Аха. Олар түзе алады. Катерге отырып келдік. Прям күшті адреналин алады екенсің. Жігіттер құлаған жоқ. Бірақ прям эмоцияларын шығарды ғой. Прям айғайлағанда ойбай деп. Енді отырыстарын қарсаңыздаршы. Түк болмағандай. Шаршап отыр ғой. Күшті екен. Бағасы бір адамға 500 сомнан. Есептей беріңіздер енді. Таң сұлуыма кешкі пляжға түсіп, дірілдеп, жаурап, адамды қорқытып, әлі дірілдеп келе тұр ғой. Бірақ кешкі суық болып кетті. Жаурап келе жатырық негізі. Бір түстікті, сонымен шығып қалаймыз. Біз осындай частный домды жалдадық. Осындай үйлер ғой. 3 үй жалдадық. Қазір кешкі прогулкаға шығып жатырмыз. Магазинге барып, сонымен жатамыз. Кешкі базарлары. Осындай будкалар көп екен. Күнмен түнмен жұмыс жасайды. Біз банан алуға келе жатырмыз Айбикеге. Насылуға. Бүгін екінші күн, таңғы 9 жардарда ояндық, қатты ұйықтап, шаршап. Сонымен шығып, сразу бір қызды апасын алып келе жатырмын.
жүр Айбике. Апалар осы жақта жатыр. Ой! Сәлем дейді. Кірсе енді. Қонып тұр. Жай жүр. Біз горячий источникке бара жатырмыз. Кеше қыздар жаураған етін. Бүгін төте күн бұлтты. Неге очкиді алғам. Здравствуйте. Көршілерді көріп қалдық. Тараздағы көршілерімізді көріп қалдық жолдан. Олар да келіпті кеше бізбен бірдей. Кеше қыздар жаурап пляждан, судан. Мен бүгін горячий источникке апарайық олар деп, сол жаққа келе жатырмыз. Білмеймін, қыздарға өтсетін шығармыз, может. И бүгін кішкене активный демалыс болатын шығар. Аттракциондарға барып, қызық болатын сияқты. Күн суып келе жатыр. Мына жақта абрикостар дәу екен. Ақжет алып жатыр. Мама, пакетке салып жатыр. Қырғызстан болып отпек республикасы. Қарсаңыздаршы дәулеген. Мына жақта груша. Мына жерде. Жүріндер, Мына балаларға да бір-екеу бер енді. 21-800. Базарчиктері. Аттракциондар. Колесо обозрения. Катер, пароход. Адам көп екен мына жақта. Біз аз жағында жүргенбіз. Аз жақта. Кең өте. Колесо обозрения. Осы американский горкиға отырдық. Бір адамға 600 сом екен. Короче, мен де отырдым ғой. И отырған кезде резко былай төмен түскен кезде арқам бір ғұртып бір нәрсе болды да. Сонымен неше қозғала алмай қалдым. Денем бәрі тырысып қалды. И көре алмадым дұрыстап. Адреналин дұрыс ала алмай қалдым. Енді колесо обозрениеге отырайын деп жатырмыз. О, біз мініп жүргеннен қанша еседі? Шеу кетті. Ержан! Мама? Tasmanı. Қараңыздар, күшті тып-тынып. Тап-таза. Мөлдір. Al, давай. Күшті екен. Біз катамаранда отырмыз. Екі адамдай сияды екен. Ең үлкен осы екен. Осыған биіктеп жатырмыз. 1,5 сағат көздің ішінде ортасына барады.
Сәлем де. Сәлем. Пароходқа міндік. Біз мінген примерно 35 адамдай. 30-35 адам отырады екен. Что? Мына жақтар вообще қызық көрінеді екен. Базарчик те осы жақта, пляжға жақын. Екі этаж, үш этажды адамдар осы жақта да кеп жатыр. Қараңыздар. Мына жақта суретке түсіріп жатыр. Мына жақта бізде Димаш Құдайберген тұр ғой. Кешкі тамақты сырттан ішіп келдік. Қазір енді балалардың бәрін ұйықтатып, біз өзіміз көлге барып шомыламыз. Мама балаларды ұйықтатып алып қалды, біз өзіміз түнгі 11-де қайттан көлге қарай шықтық шомылуға. Балалар точно түсем деп жатыр. Енді бізді білмеймін. Егерде қатты салқын болса түспейміз. Осындай. Түнде күшті болып тұрады екен. Қараңыздаршы. Ана жақтан да біраз адам шомылып жатыр, жақтарда. Біздің ана жақта 3 адам көрініп тұр ғой, ана. Біздікілер. Суға түсейік па, түспейік па деп ойланып тұрмыз біз. Гүлім, ерке. Тыңдап тұра берсең, просто даусың күшті. Бізде қыздарда шомылдық түнде. Прям өзім қуанып тұрмын шомылғаныма, адреналин болды. Мен үшін жаңалық қой, прям түнде көлге шомылу деген. Судан өзім қатты қорқамын ғой. Ана күндіз балалармен жүріп, өсе 2 күн болды шомыла алмадым. И қазір біраз кішкене басымды батырып шомылып алдым. Енді жаңбыр басталып кетті. Көп шомылған жоқпыз, бір жарты сағаттай ма? Сөйтіп қайтып бара жатырмыз. Түнгі бассейннен келіп, ашық жерге келдік, әйтеуір ашық жер осы жер екен. И ыстық-ыстық самса пісіріп қойыпты. Қазір кофемен ішіп алайын деп жатырмыз. Бүгін 3-ші күн. Біз видео, сурет түсіріп, трендтер түсірейін деп жатырмыз. Ой. Қазір бәрін жиналған тұрмыз. Мына жерден бар ғой. Ыстық су шығып жатыр. Прям жердің астынан. Байқап тұрсыздар ма? Ыстық су ғой. Горячий источниктер бар деп еді. Осы жерде біреуі тауда бар деген. Күшті, прям тұра бергім келеді. Бананға мінейін деп жатыр. Жігіттер, қыздар киініп жатыр. Бастадық. Мен мобилограф. мен вообще қорқып. Да? Мен құласам, сендер де құлаңдар еді. Мен құласам, сендер де құлаңдар дейді. Мен қорқам бұндайдан. Вообще мен судан қорқатын адаммын ғой. Та-дам. Өзім құлақ қалмайын. Өзімше болам деп. Катерде отырмын. Жалғыз өзім. Және бастап жатыр. Скорость қосып жатыр. Бәрі құлады ғой. Бәрі құлап қалды.
Бәрін қуатып кеткен ғой. Қарсаңыздар. Давай, есіңдер. Давай. Шағалар. Шағалар бар. Терең жағына келдік. Ойбай. Біраз жүріп тастадық. Короче, капля жеді ау деймін, таблетка жеді ма? Осыған 10 шақты адамға дейін мінуге болады екен. Терең жағына кеттік. Ona qaramda айтпасаңыз olsun. Сура төбемде тұрғанын қалай кетті? Жылды түсірмеймін ал. iPhone sende ana orman. Үшінші күн. Прям бүгін күн жылы болды да. Пляждан шықпадық қой. Көлден шықпадық. Сол жақта отырдық. То есть суға түстік. От души. Бәріміз шомылып. Тамағымызды ішіп. Енді бүгін қайтамыз. Тоже некий сәттіріп Сола. Да екен. Осымен біздің 3 күндік Ысыкөлдегі демалысымыз аяқталды. Енді үйге қайтып бара жатырмыз.